Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы сөздер сізді қызықтырып жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Желіде қазақстандық әскери техниканы Украинаға жеткізу, жөнелту туралы фейк ақпарат тарап кетті. Сурет видеодан алынды. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі әлеуметтік желіде қазақстандық әскери техниканы Украинаға жөнелту туралы таралған ақпарат шындыққа жанаспайтынын жеткізді, деп хабарлайды Zaman.kz порталы. Құзырылды. Ведомство бұл бұрынды машиналар жоспарлы түрде жөнелтуге жіберілгенде түсіндірілген екі ескі видеоны болып табылатынын нақтылайды. Қазіргі уақытта әскери техниканы сақтау орнында. Бұдан бөлек 2022 жылы 27 тамызынан бастап қару-жарақ пенен әскери техниканы экспорттауға тыйым салынғанын да хабарлаймыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле аласыздар.